Сонымен қайырлы күн 9-шы классының оқушылары. Бүгін бізде 11-ші ақпан бейсенбі қазақ тілі мен әдебиет сабағынан бастаймыз. Сабаққа қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы күн энергиясы. Бұл оқулықтың екінші бөліміндегі сабақтың тақырыбы күн энергиясы. Енді бүгінгі сабақтың мақсатына тоқталайық. Сабақтың мақсаты мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселемен байланыстыра отырып, сыни тұрғыдан бағалау, тірек сөздерді қолданып, мәтіндегі негізгі ойды анықтау, сұрақтарға жауап беру, тақырып бойынша түсінгендігін өз сөзімен қорытындылап айту. Бағалау критерийі қандай? Оқыған мәтін мазмұнын түсінеді, тірек сөздерді қолданып мәтіндегі негізгі ойды анықтайды, сұрақтарға жауап береді, түсінгендерін өз сөзімен айтып беруге үйренеді. Сабақтың тақырыбы күн энергиясы. Міне суреттер берілген. Үш сурет берілген. Үй, үйдің шатырында мынадай күн батареялары бар, аккумулятор секілді. Міне сайындалада күн батареялары бар. Және өзіміз күнделікті қолданатын смартфон және оны қуаттайтын powerbank. Енді суреттерде не бейнеленген? Мына суреттерде не бейнеленген? Что изображено на этих рисунках? Суреттерде не бейнеленген? Солнечные батареи. Күн батареялары, солнечный батарея, күн батареялары. Міне үйдің шатырдың үстінде. Мына күн батареялары қайда? Далада, Мына жерде енді күн батареяларынан жерде енді мынаны электр тоғы бар, сосын мына смартфонға барады. Күн батареялар қандай мақсатта қолданылады? С какой целью используются солнечные батареи? Күн батареялары күннен келетін қуаттан электр тоғын өндіреді. Қуат көздері қаншалықты тиімді? Енді қазір бұл сұрақтарға жауап беріп көрейік. Міне жауабы бар. Суретте күн батареялары, кәне кім? Алмас, оқып берші мынаны. Не жазылып тұр? Суретте күн батареялары және күнделікті қолданыста пайдаланылып жүрген қуат көздері бейнеленген. Күн батареясы күнделікті тұрмыста қолданылды. Қуат көздері пайдалануға ыңғайлы және өте тиімді. Рахмет, Алмас. Енді мына мәтінге назар аударайық. Кәне, кімнен бастаймыз? Анастасия, бірінші абзацты оқы. Первый абзац, да? Иә. Так, извините, я могу плохо читать. Жарайды, оқи бер. Баламалы энергия көздерінің бірі күн сәулесінен алынатын қуат. Әлемде көптеген елдер күн энергиясын қолданады. Күн сәулесінің энергиясы экологияны бұзбайды, жер бетіндегі тіршілікке зияны жоқ. Күн энергиясын қолдану жердегі климатты сақтайды, әрі энергияны үнемдейді. Рахмет. Алмас, екінші абзацты оқы.
алғашқы күн батареялары 19-шы. Францияда, 19 ғасырда Францияда құрылды. Күнде секунд сайын 4 миллион сөтегі жанып әлемге энергия бөлінеді. Күн энергиясының 30%-ы ғарыш кеңістігіне тарайды. Өнертапқыш мұшы айнаның көмегімен күн сәулесін бағыттайтын аппараты көрсетті. Рахмет. Сергей, 3-ші абзацты оқы. Күн электр, Күн батареясы. күн батареясы күн сәулесі энергиясын электр энергиясына айналдырды. Күн батареясы ғарыш кемелерінде, тұрмыста, техникада қолданылды. Күн батареясы өмірге зиян келтірмейді. Күн электр станциясы қоршаған ортаға зияны жоқ, қауіпсіз, пайдалануға ыңғайлы, өте тиімді. Күн сәулесін пайдалану болашақта адамзат өмірін жеңілдетеді. Рахмет барлықтарына. Ары қарай барайық. Сонымен мұндағы дескриптор тірек сөздер арқылы негізгі ойды анықтайды. Мәтінді бөліктерге бөліп, әр бөлікке тақырып қояды. Ақпараттарды мағынасына қарай дұрыс сәйкестендіреді. Мәтін бойынша ойларын өз сөздермен толық жеткізеді. Енді мынадай тірек сөздер бар. Тірек сөздер. Тірек сөздер. Күн сәулесі, тіршілік, сақтайды, сутегі, айна. Тапсырма. Міне жазылып тұр. Не дейді Анастасия? Анастасия, оқы. Что еще раз? Оқы. Читать? Оқы. Читай. Мгм. Күн сәулесі баламалы энергия көзінің бірі. Читай все. До конца читать. Иә. Мгм. Күн сәулесі энергиясының тіршілікке зияны жоқ. Күн энергиясын қолдану жердегі климатты сақтайды. Күнде 4 миллион сұйықтығы жанып әлемге энергия бөлінеді. Өнертапқыш мұшы айнаның көмегімен күн сәулесін бағыттайтын аппараты көрсетті. Рахмет. Енді екінші тапсырманы қараңдар. Мәтінді ой бөліктерге бөледі, әр бөлікке тақырып қойып, өз ойларын кластер арқылы дәлелдейді. Мына жерде енді күн сәулесі энергиясының маңыздылығы, кластер жазу керек. Күн батареясы туралы, күн электр станциясының артықшылығы. Қандай сөздер болуы мүмкін? Дескрипторы берілген ақпараттың маңыздылығын, ерекшелігін нақты көрсете алады, ойларын жүйелі жеткізеді. Міне көрдік, қандай кластер пайда болды. Мысалы, Алмас, күн сәулесі энергиясының маңыздылығына қандай сөздер кірді? Оқи ғой. Это прочитать? Оқымын. Біріншісін оқы. Экологияны бұзбайды, тіршілікке зияны жоқ, энергияны үнемдейді. Ал енді күн батареясы туралы қандай сөздер берілген? Оқи бер, читай дальше. Өмірге зиян келтірмейді, қолдану аясы кен. И дальше читай. Күн электр станциясының артықшылығы қандай? Оқы. Экологиялық
тұрғыдан таза 30 жыл жұмыс істейді. Қауіпсіз, өте тиімді. Рахмет. Енді міне мынадай кесте берілген. Бірінші бағанда алғашқы күн батареясы пайда болған ғасыр, екінші бағанда алғашқы күн батареясын ойлап тапқан кім, үшінші бағанда көрмеде көрсетілген ақпарат, және төртінші бағанда күн сәулесін электр қуатына айналдырған ел. Қандай жауаптар болуы мүмкін? Міне қарап тұрсыңдар, 19 ғасырда алғашқы батарея пайда болды. О Мушо алғашқы күн батареясын ойлап тапқан адам. Көрмеде көрсетілген аппарат ол айна, және күн сәулесін электр қуатына айналдырған ел Америка Құрама Штаттары. Берілген ақпаратты сәйкестендіру керек. Мына жерде міне ақпарат берілген. Күн сәулесінің энергиясы, күн батареясы, күн сәулесін пайдалану. Міне үшеу берілген. Мынаны сәйкестендіру керек. То есть нужно найти соответствие. Қандай болуы мүмкін деп ойлайсыңдар? Міне шықты. Және Сергей оқы. Күн сәулесінің энергиясы жер бетіндегі тіршілікте зияны жоқ. Күн батареясы это тұрғындардың өміріне зиян келтірмейді. Күн сәулесін пайдалану болашақта адам зат өмірін жеңілдетеді. Рахмет. Рахмет. Балық қаңқасы диаграммасы толтырылып сабақты қорытындылаймыз. Балықтың басына баламалы энергия көзін жазыңыздар. Балықтың қаңқасына күн электр станциясының тиімділігін жазыңыздар. Балықтың құйрығына күн энергиясының адамзат өміріндегі маңыздылығын жазып, қорытынды жасаңыз. Қалай шығады? Энергия енді кәне Анастасия біріншісін оқы. Анастасия біріншісін оқы. Данил Самусев. Қайырлы күн. Мыналарды оқы. Данил. Где конвектор? Да, вот это все прочитай. Энергия көзі. Энергия көзі, күн сәулесі, күн электр станциясының тиімділігі, қоршаған ортаға зияны жоқ, қауіпсіз пайдалануға ыңғайлы өте тиімді. Күн энергиясын пайдалану болашақта адамзат өмірін жақсартады. Жақсы, рахмет. Қазақстандағы күн энергия станциялары. Міне, Қазақстанда қандай күн энергия станциялары бар? Алмас. Қарағанды облысы, Маңғыстау облысы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл облысы. Сосын Ақмола облысы, Ерейментау ауданында жел электростанция бар, Қорытынды. Күн энергиясы туралы мәлімет алдық. Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар негізінде мәтіннің негізгі ойын анықтадық. Және тапсырмалар негізінде мәтіннің мағынасын түсіндік. Назарларыңызға рахмет. Енді қандай тапсырмалар орындайсыңдар? Онлайн мектепте 2 сабақ берілген. То есть в онлайн мектепте даны 2 урока. Күн энергиясы біреуі күн энергиясы, екінші бөлім 5-6 сабақ. То есть один из них сделан по учебнику, вот күн энергиясы, екінші бөлім 5-6 сабақ. Ал мынау ол онлайн мектептің өзінің тапсырмалары.
Онлайн мектептің тапсырмаларына тоқталып өтейік, жай қысқаша. Онлайн мектепте күн энергиясы деген тақырып берілген. Міне, күн энергиясы деген тақырып берілген. Баламалы энергия көздері деген. Күн энергиясы тақырыбы. Мұнда міне эссе құрылымы туралы айтылған. Тезис. Және ақпараттар берілген. Осыларды мен танысып алу керек. Ол не екенін. Сосын тапсырмаларға тоқталасыңдар. Мысалы, міне балама энергия көзін анықтау керек. Екіншіде дәстүрлі энергия көздерінің қасиеттерін анықтау керек. Бір жауаптан таңдайсыңдар. Выбрать по одному варианту ответа. Үшіншіде дәстүрлі энергия көздерінің артықшылығын көрсету керек. Төртіншіде эссеге тән сипаттаманы көрсету керек. Бесіншіде баламалы энергия көздері қоғамға қандай пайда әкелетінін анықтау керек. Алтыншыда баламалы энергия көздерінің кемшіліктерін атау керек. То есть недостатки альтернативной энергии. Жетіншіде баламалы энергия көздерінің сипаттамаларын өзара сәйкестендіру керек. Соответствие. Сегізіншіде оқырманға ой тастау үшін қолданылатын риторикалық сұрақ қай абзацта берілген. Оның мәтін бойынша. Және тоғызыншы оқылым материалының негізгі идеясын анықтау керек. Бұл онлайн мектептің тапсырмалары. Ал енді оқулық бойынша мұнда жасалынған, это по учебнику. Жерде не беріледі. Видео. Мысалы, мынада видеодан көруге болады. Сіздерге құрметті оқушылар. Слышно, да? Сабағымызды бастаймыз. Видео слышно? Оны қарап аласыңдар. Бүгінгі сабағымыздың Да, тақырыбы слышно. күн Мына жерде міне мәтінмен жұмыс, берілген тапсырмалар бар. Это те задания, которые мы буквально сделали недавно. Түсінікті, онлайн мектептегі екі тапсырманың біреуін ғана орындайсыз, екі сабақтың біреуін ғана орындайсыз. То есть предлагаемые из двух уроков вы выбираете на свое усмотрение один и делаете только один. Два делать не обязательно, то можно сделать только один. Но если хотите, сделайте два. Потом будем суммировать, когда будем ставить формативное оценивание. Қалыптасу бағалауда бір сабақтың немесе екі сабақтың қорытындыларын шығарамыз. Енді қандай сұрақтарым бар? Есть ли вопросы по уроку? Нет. Жоқ, Түгел түсінікті ме? Все понятно? Да. Онда сабаққа қатысқандарына рахмет. Және сау болыңдар. Спасибо за урок. До свидания. До свидания. До свидания.